Барлықтарыңызға қайырлы күн. Егер де сіз бухгалтерияны жаңадан бастап жүрген адам болсаңыз, бір нәрседен қорқуыңыз мүмкін. Ол салық органы. Көп адамдар ойлайды, мен қазір бухгалтер болам, сосын салық органынан маған хабарласса не істеймін, қате жіберіп алсам не істеймін, компанияма айыппұл салып жіберсе не істеймін деген. Мен де өзімнің еңбек жолымды бастаған кезде дәл осылай қорқып, осындай сұрақтар қойып уайымдайтынмын. Жылдар бойы тәжірибе жинап, түсінген бір нәрсем, салық органы деген ол біздің жауымыз емес. Олар да біз сияқты өз жұмысын орындап жүрген мемлекеттік орган. Олардың міндеті заңның сақталуын бақылау, ал бухгалтердің міндеті осы құжаттардың барлығын уақытылы жинап, дайындап, өңдеп, салық органдарына дұрыс ақпарат жіберу. Егер де сіз құжаттарыңызды ретімен сақтасаңыз, барлық операцияларды уақытылы енгізіп жүрсеңіз, салықтардың барлығын дұрыс есептеп, уақытылы төлеп отырсаңыз, онда салық органынан қорқудың қажеті жоқ. Кез келген уведомление, хаттама келген кезде уақытылы жауап берсеңіз, көп жағдайда мәселені бірнеше күнде шешіп тастауға болады. Жақсы бухгалтер мен ешқашан қателеспеймін деп айтпайды. Қателесу ол барлығымызға тән нәрсе, Ал жақсы тәжірибелі бухгалтер ол қатені уақытылы тауып, түзетіп, қосымша отчеттар жібере алатын бухгалтер. Бухгалтерияда ең қауіптісі ол қатесіз жұмыс істеу емес, ол қатені көрмей қалу, игнорировать дейді ғой. Сол себепті жақсы бухгалтер ешқашан қателесуден қорықпайды. Мысал келтіретін болсақ, салық органы сізге хабарласып жатыр, компанияңызға сізде 2-тоқсандық отчетыңызда мынандай сәйкессіздіктер бар, қате кетіп жатыр дейді. Бұл кезде тәжірибесі жоқ бухгалтер қорқа бастайды, не істерін білмей қобалжиды. Кейде хабарламаны елемей, мәселені одан сайын өршітіп алуы мүмкін. Ал тәжірибелі бухгалтер уведомление не болмаса хаттама келген кезде ең біріншіден сабырмен қарайды. Қай операциядан қандай қате кеткенін анықтайды. Тиісті құжаттар болсын, ол счет фактура, келісімшарт, төлем тапсырма барлығын қайта тексеріп, сәйкестендіреді. Егер салық органының тарапынан түсінбеушілік болса, онда түсіндірме хат жазады. Көріп отырғандарыңыздай, мықты бухгалтер деген ол қате жібермейтін бухгалтер емес, мықты бухгалтер деген ол қатені уақытында байқап, түзете алатын бухгалтер. Салық органдары қандай кезде хабарласады сіздерге? Сіздер құжаттарды уақытында толтырмасаңыз, түгенде жүргізбесеңіз, сверка дейді ғой, басқа клиенттермен, не болмаса жеткізушілермен түгенде жүргізбесеңіз, заң өзгерістерін қадағаламасаңыз, кейін жасаймын деп операцияларды кейінге қалтыра берсеңіз, демек, шынайы жау бұл жерде салық органы емес, ретсіз жұмыс істеу болып тұр. Көбінесе себебі ол қарапайым, декларациядағы сандар өзара сәйкес келмеген кезде, есеп беру мерзімі, не болмаса салықтың төлеу мерзімі бұзылған кезде, не болмаса салық жүйесінде автоматты түрде алшақтық байқалған кезде. Бір нәрсені түсіну керексіздер, ол сіздерге кез келген хаттама, уведомление келсе, ол жаза емес, ол салық органы тарапынан тексеру. Дер кезінде жауап бересіз, сөйтіп көп жағдайда мәселені уақытылы шешіп тастауға болады. Жақсы бухгалтер болғыңыз келсе, салықтан, салық органынан қорықпаңыз. Керісінше заңды оқып үйреніңіз, неліктен дәл осылай есептеледі, неге мына есеп бұлай жүргізіледі деген сұрақтарға жауап іздеңіздер. Сонда өз жұмысыңызға сенімді боласыздар. Есіңізде болсын, салықтан емес, құжатсыз жұмыс істеуден қорқу керек. Өйткені сіз кез келген операциялардың дәлелі сіздер үшін ол құжат. Ал құжат дұрыс болса, бухгалтер өз-өзіне сенімді болады. Келесі сабақта бұдан да қызығырақ тақырыптар айтамыз. Назарларыңызға рахмет.